Сәлем қыздар, бүгін сіздерге классический бисквит жасап көрсететін боламын. Кез келген торттың негізі болып табылатын әдемі корждарды жасап үйренесіздер. Видео ұнаса аяғына дейін тамашалап, каналыма тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал кеттік ендеше бастаймыз. Мұндай коржды жасау үшін бізге көп зат қажет емес, яғни жұмыртқа керек болады, разрыхлитель және ұн мен қант. Осы 4 заттан әдемі корждар дайын болады. 6 жұмыртқамызды жарамыз және осы жерге қантымызды қосып, жақсылап миксерлейміз. Маңызды момент, қыздар, классический бисквитті жасаған кезде ыдыстарыңызда немесе миксердің таяқшасында ешқандай судың тамшысы да болмау керек. Яғни құрғақ болу керек ыдысымызда және миксерімізда. Жақсылап пена қылып жасаймыз. Осы жерге ұнымызды ситадан өткізіп, аз-аздан қосып араластырамыз. Миксерді бұл жерде қолданбаймыз, лопаткамен ғана араластырамыз. Ұнымызға разрыхлителімізді қосып аламыз және осылай жоғарыдан төмен қарай бір направлениемен ғана араластырамыз. Міне қыздар, консистенциясы шамамен осындай болады. Классический бисквиттің пешімізді алдын ала 160-170 градусқа қыздырамыз. Формамызға пергамент төсейміз және бисквиттің тестасын осы формаға орналастырамыз. Бисквит біркелкі болып пісу үшін осылай формамызды сілкіп біркелкі етеміз тестамызды. Тағы бір маңызды момент, қыздар, пісу барысында пештің қақпағын, яғни крышкасын ашпаймыз. 20 минут өткенше крышканы ашуға болмайды, себебі бисквит көтеріліп келе жатқан бисквитіміз төмен түсіп кетуі мүмкін. Бисквит осылай биік болып көтеріліп піседі. Зубочистканың көмегімен тексереміз піскен, піспегенін. Сухой болып шықса, онда піскен. Бисквитті формасынан алмай суытамыз. Суыған бисквитті формасынан алып, корждарға бөліп, торт ретінде немесе пирог ретінде қолдана беруге болады. Кез келген крем түрлерін жасайсыздар. Және міндетті түрде пропитка керек, себебі классический бисквиттің құрамында май болмағандықтан сухой болады. Яғни сүтпен қанттар араластырып немесе сумен қанттар араластырып пропитка жасап, содан кейін крем жағып қолданасыздар.